Рубрика «Кім мықты?». Бүгінгі видеода Бека Бұйрабас және Шәріп. Видеоға лайк басып тіркеліп кет, менің арманым 5000 подписчикке жету. Unlock your state. Ұйықтады ма? Ұйықтады. Ұйықтайық болды. Телефон зарядке қойайын. Ойбай, мына балдар әрең ұйықтады ғой. Бір көмектесейін демейсің ғой. Қатын, ей! Тұршы, ей! Не болды? Мына жақта бірдеңе көрдім мен. А? Тұрсай. Мені? Ну, ойбай. Оянды ғой ана бала. Ұйықтат. Шаруам жоқ менің. Нелерің бар еді енді. Қазір ана екінші баланы оянса, жаныңды шығарам. Айуам. Келесіде кемеңдір, Нәуір балаға не болып қалсын? Не айқайшы онда? Бір апта демалыста адам сабақ кітап оқымай ма кішкене? Оля! Алмама. Папасы қарашеш нәу кеңкелеске. Адам бір апта демалғанда кітаптың бетін ашып, ұмытып қалған шығар, оңбаған қарашына бала. Шешең тіссалайын басып бергіле. Не істеушісің сен, бір апта демалыста адам сабақ оқымай ма? Кітабыңды алып кел. Папа, алып келдім, енді оқиын ба? Сен тупойсың ба нахуй? Женщина, у которой есть план, не керек саған? Не топас? 4-ші классың ғой сен? Қазір папа. Папа, мына кітапты оқиын ба? Таинственный сад деген кітапты оқисың ба сен? Топас 4-ші класста осындай кітап бар ма еді не? Кешірім сұрайын папа. Аспан жер ұшады. Аспан жер ұшады. Вроде кеше шекпеген сияқты еді. Қайта оқи берші дальше. Бегемоттар құсады. Бегемот құсады сінесі. Точно жаттау ма мынау? Жираф келіп тығады. Жираф сінесі. Не тығып атыр мынау? Әкеш кітапты. Плюс 18 деген кітап қой мынау? Басқа кітап жоқ па не оқитын үйде? Папа кешіріңізші, папа мен білмеймін, папа. Маманың бөлмесінен алған кітап қой. Кетарияқа шешең сабақ 4-ші класс кітабын алып келе бар. Роза, которая любит жить. Пап, мам, бір видео түсіріп алайыншы. Не видео? Өлең айтсаңыздар болды. Өлең? Өлең не сыққыршай? Сіздердің махаббаттарыңыз туралы. Күшті ғой? Керек жағай. Тоқтамайым. Мен жанайын жансам отқа. Жана бер. Сорлы. Қойсай болды ғой, жағыласа бермей. Айтайықта дұрыстап. Ойбай. Өлә, мұна сорлы бар ғой. Болды. Вот шей. Болды. Сіздердің махаббаттарыңыз туралы ғой. Қойшы сен, сезіміңмен құрып кетші. Түсірмей қойықшы, қойшы. Сорлы. Әкесінің баласы, әкесінен айнымай қалған, өзі аузынан түсіп қалған папасын, балам, Үлкен балаңаш түрі қорқынышты өсіп кеткен. Кет жоқ бол бар, Бірдеңке істе бар үйде, отырмаш көзге күйік болып. Ана ортанша қайда, әнің қайда анау? Жұмыс істеп жатыр ма? Құл болып жұмыс істесін ол. Кесін бағатын осы бала міне. Бірдеңе жейсің ба? Шоколад алып береді папасы. Не болып қалсын, ет жүрегің езіліп отыр ғой мына балаға. Конечно, әкесінің баласы емес пе? Мына бала ертең мен бағат жейді. Қатты жақсы көресің ба мына баланы? Онда тіпті жақсы болды. 2 сағатқа отыра тұр, мен барып продукт алып қайтамын. Алып кетпе, баланы алып кетпе. Бала дейтін бару керек. Мамаң барасың ба, папамен қаласың ба? Өтірік айтып отыр, бар, мамамен бару керек па? Не болды, жынды ма құрсын? Отыра тұр, өліп тұрған жоқсың ба, балам деп. Бұмен отқаннан кейін сүтін беру керек. Сием дейді, сигізу керек, көтін жуу керек. Қой айналайын, мен уақытша жұмыс істеу керек. Отыра дейін, мен саған құрсын, сүтін бересің, шайын бересің. Өзі сұрайды ғой, аузы бар ғой. Алло, көрші не болды, қашан сөйтіп өтмек, алып тайым көрші. Жан балам, давай. Мына балаң менен өліп тая жеп алды. Өлі мына балаға не болған? Жаңа сыртта. Айуан, өлі мысқыра. Сол үшін тая жеді. Жоқ, енді дұрыс қой, бірақ өзің папасы ұрғанда дұрыс болар еді. Өзің балаларың ше? Біздің балалар үйде жоқ просто. Мен мына баланы танымаймын ғой, кім екенін біліп тұрған жоқпын ғой. Осы үйде бап келді ғой бұл. Қой, біздің бала бұндай емес. Жүрші, үйіңді табайықшы сен.
Мама, не болды қаншық? Мама біздің класстағы Аружан деген қыз бар еді ғой. Сол 11 бітірмей жатып байға шығайын деп жатыр. Кім анау бас биттеп кетіп жүрген Аружан ба? Көтік шыған екен оның. Не дұрыс емес па не мама байға шығып жатса? Конечно дұрыс емес, не дұрыс па не? А? Бесіктен бел шықпай жатып ертең енесімен отырады қырылып. Жоқ мама, может енесі жақсы адам болса шы мысалға. Тумак енесі жақсы болады. Любой келін қырылады енесімен. Кете қойшы құрсын еріме тимей сенде. Ну может мама күйеуі бай шығар, бизнесмен, ақшасы бар. Ай күйеуі бай болмақ түгілі бар емес па? Күйеуі миллиардер болып кетсе де сол айналайын. 11-ден байға шығу әлі ерте. Жоқ енді вообще проблема болмаса шы мама. Күйеуімен ұрыспайды, енесімен күшті шетелге шығады, қыдырады. Ай жігіттердің бәрі сөйтіп лапша ілетіле. Сосын алады да сен үйге барып вешалкаға ілетіп көрдің ба? Сонда вообще не вариант па мама? Сен қаншықсың сұрақтарың біртүрлі что-то. Сен емес пе әйтеуір шығайын деп отқан осы байға көтіңді қышты. Жоқ мама, құдай сақтасын, мен ондай қатысым жоқ. 25-26-та шығасың нормально. Алло жаным құрсын алып қашу атмені. Мама қарсы екен ондайға. Соттатып жіберем деп жатыр. Давай құрсын кетші бар нафиг. Мама, не болды? Папаға пранк істейік. Не пранк? Көрші, иә. Ей, мынау да өтпей қойды ғой. 250 мыңға телевизор алдым ғой. Қосаңшы мама. Қарасай ма рекламасы шығып тұр ғой. Ой, сіз оны қолданбасаңызшы. Жаңа тюбті тартып алыңыз. Google Play'да да, App Store'да да бар. Тегін ешқандай ақысыз, рекламасыз көре бересіз. Күшті ғой. Оның үстінде телефонды құлтап қойып, дауысын тыңдап жүрсеңіз де болады. Болыңыз тез. Болды, дайын. Қай отыр қазір? Не сынды, Нені ғираттыңдар тағы да сындырып алып абайламайсың ба енді сенде? Неғып құрттыңдар мына не? Жарытпайсыңдар ғой, құртуға дайын тұрасыңдар. Ана екіншінің үйіне ақыра салу керек еді. Солар құртпай әпедем ұстап отырар. Немене дейді? Тоқалымда кәдімгі. Баба. Шаршатасыңдар ғой сіздер. Ойбай. Адам жынына тиіп. Пранк қой. Пранк. Мағырсайшы мұны. Экран істеп тұр ғой. О, ше. Менікі де пранк еді ғой шын. Мамаған көлек алып бересіз бе? Не керек саған сен қаншыққа көлек, не жырпылдап? Жай мама көлек кигің келеді, қыздар құсап. Көлек кигенше адам бірінші мұртын алмай ма, жүндеріңді алсайшы. Мама, пожалуйста, көлек алып берші болды. Жүр, мен саған менде бір көлек бар еді киген, как раз тойға киген. Соны берем қазір тігіп. Мама, новый алмаймыз ба базардан? Оттама, қаяқтың новый киме, әдемі міне. Жарайды, мама сосын маған туфли керек. Как раз мен киген туфли бар, анау тобығы түсіп қалған, жүр берем. Мама, мен новый кигім келеді ғой, то сен аяғың 48. Доп новый туфли. 100 рет кигем өзім. Ладно, мама, хотя бы сумка новый алайықшы. Эй, сумка да бар менде. Не қыласың оны сатып қа берем. Қандай, мам? Міне мындай сумка бар. Ішіне өзің жатып аласың еще ұйықтайтын кезде. Мә, ұста, СССРский мынау. Кімнің вайны күлкілі болды? Комментке жазып кет және арнаға тіркел.